Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тез әрі жылдам дайын болатын қазанның қақпағында осындай сарғайып пісетін ерекше дәмді нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі бөлме температурасында еріп тұрған сары май, қайнаған ыстық су, қант, тұз, ашытқы және де ұн керек болады. Ең бірінші қайнап тұрған ыстық суымыздың үстіне сары майымызды салып араластырамыз. Мінекей енді үстіне қантымызды саламыз. Өлшенген барлық ингредиенттердің керекті заттардың көлемі видеоның төмен жағында жазылған, сол бойынша жасасаңыздар болады. Мінекей қантымыз бен майымызды суға қосып жақсылап ертіп алғаннан кейін үстінен шым-шым тұз және де ашытқы салып тағы да араластырамыз. Мінекей енді қамырымызды илейміз. Осылай сәл басында қасықпен араластырып аламыз да, сосын барлық сұйықтығымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеоның төмен жағында көрсетілген көлем бойынша жасасаңыздар, қамырыңыз жұмсақ болып иленеді. Осылай барлық қамырымызды біріктіріп, жұмсақ билеп алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа ашытуға қоямыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз ашыды. Үстіне осындай құрғақ ұн себу арқылы ыдысымыздан түсіріп, тағы да алақанымызбен осылай басамыз. Шамамен 5 минуттай иіқанғанша тұруы керек. Мінекей достар, біз ол аралықта қазанымызды жақсылап қыздырып аламыз. Қазанымыздың астын осылай қатты отқа қойып қыздырамыз. Және де екінші плитаға осылай қазанның қақпағын жауып, қазанның қақпағында қыздырамыз. Мінекей біз енді ұнымызды дайындауға, тоқаштарымызды, нанымызды дайындауға көшеміз. Осылай екі бөлікке бөліп, нанның, яғни лепешканың формасын келтіреміз. Осылай нанымыздың формасын келтіріп алғаннан кейін қызып тұрған осы қазанымыздың астына бір уыстай осылай тұз саламыз. Бұл дегеніміз қазанымыздың асты қарайып күйіп кетпес үшін. Мінекей жасап алған нанымыздың формасының бетінен осылай арнайы нан өрнектегішпен бетін өрнектейміз. Немесе вилкамен, шанышқымен тесеңіздер де болады. Мінекей қазанымыздың қақпағы толықтай қызды. Абайлаңыздар, өте ыстық. Енді дайындап алған формамызды осылай алақанымызға, қолымызға алып, жаңа жұмыртқаның ақ уызын астына жағамыз. Жұмыртқаны ақ уыз бен сары уызға бөліп аламыз. Ақ уызын осылай астына жағамыз, астыңғы бөлігіне. Бұл дегеніміз қазанымызға, жаңағы қақпағымызға толықтай жабысуы үшін, түсіп кетпес үшін осылай жағылады. Толықтай барлық бөлігіне жақтық. Енді қызып тұрған қазанның қақпағына нанымызды жабыстырамыз. Мінекей достар, нанымызды осылай жабыстырдық. Қазанымыз қатты қызып тұрғандықтан мінекей бірден осылай ұстап қалды. Енді қолымыздың көмегімен осылай нанымыздың формасын бір әдемілеп жібереміз. Енді үстінен осылай өрнектегішпен тағы бір басып жіберсеңіздер болады. Енді жаңағы жұмыртқамыздың сарысын бетіне жағамыз осылай. Бұл әсемдік үшін. Үстіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіз болады. Мен күнжіт пен мак екеуін осылай араластырып бірге септім. Мінекей достар, қызып тұрған қақпағымызға нанымызды жабыстырды. Осылай толықтай жабысты. Қазанның қақпағы осылай қатты қызып тұруы шарт. Қызып тұрған қазанда тура осылай орташа отта 15-20 минутта пісіреміз.
Достар, 15 минут уақытымыз өтті. Осындай көз алдарыңызда сап-сары, өте әдемі жұп-жұмсақ болып, қазанның қақпағында нандарымыз пісті. Мінекей достар, қалауын тапса қар жанады деген осы. Егер де сіздің нан пісіретін духовкаңыз істемей қалып жатса, тура осылай қазанның қақпағында да нан пісіруге болады. Достар, осылай мен барлық нандарымды пісіріп алдым. Мінекей асты да үсті де толықтай пісті. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, рецепт сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар.